Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Дәрістің тақырыбы философияның пәні және әдісі. Дәріс жоспары. Бірінші сұрақ: философияның негізгі мәселесі мен бағыттары. Екінші сұрақ: философияның пәні мен әдістері. Философтар неге математик, физиктер сияқты бір бағытта емес? Неге біреулер идеалистер, ал екінші біреулері материалистер болып бөлінеді? Бұлай бөліну қалай туындаған? Философия адам санасын, мазмұны мен табиғаты туралы мәселені зерттейді. Сана, дүние, рух, болмыс туралы ой, бейне мен ойдан тысқары тұрған әлем арасындағы қатынас арқылы талдауға алынып, белгілі бір себепте зерттеулер нәтижесінде қарастырылып отырады. Дүниеге философиялық көзқарас адамдардың санасында бір-бірімен тығыз байланысты материалдылық және идеалдылық ұғымдары пайда болғаннан кейін қалыптасты. Философиялық ойлау бұл екі ұғымды бір-біріне қарама-қарсы қоймай, қатынастарын анықтауға тырысты. Дүниетанымдық процесте үнемі кезігіп отыратын мәселелер бар. Ол Фридрих Энгельстің айтуынша, сананың материяға, болмыстың рухқа қатынасы. Міне, осы философияның негізгі мәселесі немесе сұрағы деп аталады. Адам дүниемен қарым-қатынаста болғанда, болмыстың екі жағда, яғни материалдылыққа және идеалдылыққа сәйкес келеді. Материалды дүниеге айналадағы қоршаған заттардың бәрі, яғни адам санасынан, ой жүйесінен тысқары тәуелсіз өмір сүретіннің барлығы жатады. Ал рухани дүниеге санадағы, ойдағы сезімдер, психикалық қасиеттер жатады. Ойдың болмысқа, материяның рухқа қатынасы қандай? Бұл сұрақта материя алғашқы ма, жоқ әлде рух сана шешуші роль атқара ма? Яғни осы сұрақтардың негізінде философияның екінші онтологиялық жағы қалыптасады. Ал философияның негізгі мәселесінің екінші жағы ол гносеологиялық қатынас болып табылады, яғни танымдық. Шын дүниені танып білуге бола ма және болмай ма деген сұрақтарға жауап іздейді. Дүниені танып білуге болады деген көзқарасты философияда гностицизм деп атаймыз, ал дүниені танып білуге болмайды деген бағытты агностицизм деп атаймыз. Философияның негізгі мәселесі онтологиялық қатынас және гносеологиялық қатынастың негізінде болмыстық қатынас. Онтологиялық қатынаста сана немесе болмыс қайсысы бірінші, осы сұрақ тұрылады. Ал гносеологиялық қатынаста әлемді тани аламыз ба, әлде тани алмаймыз ба деген сұрақтардың негізінде философтардың көзқарастары екіге бөлінеді. Яғни гностицизм бағытын қолдайтындар және агностицизм бағытын қолдайтындар. Агностицизмнің өкілі ретінде, мысалы ретінде Кантты айтуға болады. Ол өзінің мысалдары арқылы, яғни дүниені тануға болмайтындығы жөнінде мысал келтіреді. Жалпы бүкіл философияның, әсіресе жаңа философияның ұлы негізгі мәселесі ойлаудың болмысқа қатынасы қандай, соны анықтау деп көрсетеді Фридрих Энгельс. Сананың материяға қатынасы қандай деген сұраққа жауап берулеріне қарай философтар екі үлкен топқа бөлінеді. Олардың ішінен рух табиғаттан бұрын қалыптасты деген идеяны қолдаушылар идеалистер деп аталады. Идеализм бағыты яғни. Ал табиғат негізгі бастама деген идеяны жақтаушылар материалистер деп аталады. Философияда материализм деп атаймыз. Философияның негізгі мәселесі материя мен руханилықтың қайсысы бірінші дегенмен шектелмейді. Оның екі жағы бар. Бірінші жағы дүниенің мәні, табиғат, болмыс. Ал екінші жағы дүниенің танылуы жайында. Материалистерге философия тарихында Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар, Бэкон, Декарт, Спиноза, Томас Гоббс, Джон Локты жатқызамыз. Ал идеалистерге, яғни идеалистік идеяны ұстанушыларға Сократ, Платон, Беркли, Юм, Иммануил Кант, Гегель, Ницше және Бердяевті жатқызамыз. Сонымен қатар философия тарихында материалистік ойдың қалыптасуында ең алғаш рет антика заманының тұрпайы материализмі деп атаймыз.
сол заманның өзінде өмірдің бір орында тұрмайтындығын, яғни дүниенің бастамасы субстанцияны материядан іздеген материалистің алғашқы бастамасын салып кеткен ойшылдар бар. Оларға біздер Гераклит және Демокритті жатқызамыз. Кейінгі материализмнің өз ішінде метафизикалық материализм және диалектикалық материализм деп бөлінеді. Метафизикалық материализм өкілдеріне Бэкон мен Гоббсты жатқызамыз, ал диалектикалық материализм өкілдеріне Энгельс пен Ленинді жатқызамыз. Идеализмнің өз ішінде объективтік идеализм және субъективтік идеализм болып бөлінеді. Объективті идеализмді жақтаушылар Платон мен Гегель адамнан тыс шындық дүниенің бар екендігін мойындайды. Бірақ ол дүниенің негізгі бастауы идея деп түсіндіреді. Ал субъективтік идеалисте Беркли, Мах, Авенариустың ойларын айтуға болады. Олар дүние адамнан тыс өмір сүре алмайды. Басты қағида мен және менің түйсігім. Яғни Беркли, Мах, Авенариустың пікірінше мен бар болсам дүние бар, мен жоқ болсам дүние жоқ деген мағынаны береді. Сонымен бірге материализмдер метафизикалық және диалектикалық материализм болып бөлінгенмен, жаңағы айтып өткенде антика философиясындағы мына Демокриттің ілімі материалистік ойды жақтайтын, олар атомдар. Яғни дүниенің субстанциясы атомдар деп есептейді. Атомдардың өз ішінде болмыс және бейболмыс деп бөлінуімен ерекшеленеді. Механикалық материализмнің өкілдері жаңа заман ойшылдары Бэкон, Гоббс, Ламетри толықтырады. Ал диалектикалық материализм ол марксизм философиясымен ерекшеленеді. Мұндағы негізгі басты идея қоғамның негізін құраушы материалдық өндірістеуі. Сол секілді идеализмнің өзі субъективті және объективті идеализм деп бөлінгенмен, осының ішінде Фихте мен және мен емес идеясын Беркли өмір сүру, яғни қабылдау идеясымен түсіндіреді. Және объективті идеализм ол Платонның идеялар әлемімен, ал неміс классикалық философиясының өкілі Гегельдің абсолюттік идеясымен ерекшеленеді. Сонымен бірге басқа ғылым салалары ретінде философияда да бірнеше түрлі әдістер қолданылады. Философия тарихында екі түрлі әдіс қолданылады. Ол диалектикалық әдіс және метафизикалық әдіс. Диалектикалық әдіс ол дүние үнемі қозғалыста, дамуда деп түсіндіреді. Екінші әдіс метафизикалық әдіс дүние өзгермейтін, қозғалмайтын, дамымайтын құбылыс деп қарастырады. Диалектикалық материалистер дамудың көзін қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы мен байланыстырып, яғни түсіндіреді. Диалектикалық әдісті ертедегі гректерден Гераклит, Аристотель қолдайды. Солардың еңбектерінен байқаймыз. Жаңа дәуір кезінде Гегельдің еңбектерінен байқаймыз. Дегенмен Гегель идеалист диалектик болды. Оның пікірінше диалектикалық тұрғыдан объективтік шындық емес, тек идея, қиял ғана. Дегенмен бұл ғылымға қайшы келетін пікір. Бірақ осы Гегельдің ойларынан біздер диалектикалық ойларды байқаймыз. Метафизиктерге Маркске дейінгі материалистердің көпшілігін жатқыздық. Философия басқа ғылымдармен арасындағы байланысқа келетін болсақ, философия мен нақты ғылымдар арасында өте тығыз байланыс бар деп айта аламыз. Себебі философия теориялық, методологиялық ғылым болып табылады. Нақты ғылымдар объективті шындықтың тек бір бөлігін зерттейді. Ғылым дамыған сайын оның зерттейтін шеңбері тарылып, мазмұны тереңдей береді. Ондай ғылымдар басқа ғылымдар арасында өз орнын тауып, дами беру үшін жалпы теориялық ғылымдардан қолдау іздейді, өзінің бағдарын анықтайды. Яғни, осындай негіз ретінде философиялық әдістеме алынады. Кейінгі философиядан түрлі ғылымдар бөлініп шыға бастаған соң, философия мен жеке ғылымдар арасында байланыс болу ол қажеттілікке айналды. Философия тек өз алдына ғылым ғана емес, жалпы ғылым болғандықтан, жеке нақты ғылымдарға
методологиялық жетекшілік роль атқарады. Қорытындылай келе, философия дегеніміз материя мен сана, таным мен болмыс, адам мен қоғам жайлы адамзат ой санасының дамуы барысында жинақталған, жүйеленген ғылыми ой пікірлердің жиынтығы.